интернет желісіндегі телесериал, яғни «Слово пацана» деген ресейлік жоба қызу талқылауда түсіп жатыр. Бұл жайлы болады әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер және қолдап жан-жаққа таратсаңыздар үлкен бір қолдауыңыз болар. Әрі қоңырауға басып жіберіңіздер, уақытылы қарап отырасыздар. Ал әңгімемді бастайын. Ресейлік тележоба «Слово пацана» бұл негізі Роберт Гараевтың жазған кітабы желісі бойынша түсірілген, яғни бұл кеңес одағының кезіндегі жобамен 1960 жылдан 80 жылға аяғына дейін, яғни толыққанды Брежневтің билік бастағаннан бастап Горбачевқа дейінгі уақытта алады. Яғни бұл кеңес одағының халықтың жақсы өмірінен бастап және тоқырауға дейінгі уақытты қамтиды. Бұл жақсы көрсетеді кеңес одағының әлеуметтік жағдайын және жалпы халықтың жағдайын, қандай жағдайда өмір сүр және бұндай өрескел жағдай қалай орын алды. Яғни бұл жасөспірімдердің қылмыстық топқа ұйымдар құруы, жауыздығы жайында болады. Жалпы бұл жағдайлардың көбісі етек алғаны осы Татарстанда Казан қаласынан бастап 60 жылдардың аяғында Казан қаласы үлкен заводтар, фабрикалар, құрылыс орны болып, көптеген шағын ықшам аудандар салынғаннан бастайды және ауылдық жерлерден көптеген адамдардың көшіп келуі етек алды. Яғни бұрын ауыл болып бөлінсе, енді осылар шағын ықшам аудандар өзінің ауласы болып бөліне бастады. Яғни бір ауланың балдарымен қырыла бастады. Кейін көрші аулалармен бірге басқа қарсыласын жеңіп, осылайша шағын жасөспірімдер төбелесі үлкен тоқал соған бір ықпал еткен. Яғни сол кездердегі самбо, бокс, спорт түрлері және бұрын сотталғаны бар, яғни ашық сабақ бере алмайтын, ұйым құра алмайтын, бапкер бола алмайтын адамдар шағын өзінің секциясын ашып, сол кездердегі көп ата-аналар қуанды. Яғни олар күн жағына заводта бала шағасын, ешкім баланы тәрбиесіне көңіл бөліп жатқан, қарап жатқан және уақыт бөлетін уақыт жоқ. Сондықтан осындай секцияларға бере бастады. Яғни әр ауланың, әр двордың балалары бастары бірігіп спортпен айналысып, яғни сол секция ашқан адамның ықпалында болып, осылайша топтар ұйымдаса бастады. Жай аула және өзінің ықшам ауданы үшін төбелескен балаларға нақты иерархия тапқа бөлініп, нақты тәртіппен әскери және мақсат қоя білген адам толыққанды бүкіл жасөспірімдерді өзі алақанында ұстап, яғни арасынан беделді, ықпалды және спортқа қабілеті бар деген 2-3 адамды ұстап, оларды басқарушы күш қылып, өздері сыртынан басқарып отты. Соның бір мысалға Тяп-ляп ұйымын айтуға болады. Осылайша кезінде Теплотрасс, яғни жылу энергия беретін ТЭЦ-тің маңында өмір сүрген шағын аудан, осы шағын ауданнан шыққан көп үлкен ұйым бүкіл кеңес одағын дүркірет аты шыққан талай адамдар шықты қылмыс әлемінде. Бұндай ұйымдар негізі яғни бала шағасына көп көңіл бөлмей, тәрбиесіне қарамағандықтан, әрі балдар арасында, жасөспірімдер арасында кейін етек алып, еліктеп есі жүрген балдардың көбісі осы ұйымдарға кіре бастады. Бұл ұйымдардың көбісінде аз болған жоқ адамдар. Кейбір ұйымдарда 100 шақты адам болса, үлкен аудандарда 600-ден 1000 адамға дейін бұл құрамында. Сондықтан да оларды тапқа ұйым басшылары бөле бастады. Яғни кей жағдайларда 2-ші, 3-ші, тіпті 1-ші класстың оқушыларына дейін бұл, яғни әртүрлі тапсырманы орындайды. Осылайша Татарстанның астанасы Казан қылмыс ұйымдасқан ұйым ошағы болып бүкіл кеңес одағына тарай бастады. Сонша өрескелдігі пойыздарға мініп алып, сенбі жексенбі күндері Москваға бар, Москваның бай және әдем модымен киінетін партияның мүшелерінің балдарын бопсалап ұрып, ақшасын тартып алып, ойына келген істей бастады. Әрине бұл ұзаққа созылған жоқ. Сол кездердегі ішкі істер министрінің бастығы Шолоховтың тапсырмасы бойынша бұлардың көзін жою болды алдыңғы мақсат. Бірақ басында қиын болды. Әрине бұлардың әскери темір тәртіп бол ұйымдарда, яғни ешқашан өзінің ұйымыңды сатпа деген көптеген сол кездердегі жасырынды жеке кәсіпкерлерді бопсалады. Яғни цеховиктер дейді, шағын өзінің жасырынды цехтары және үкіметтің көптеген өнеркәсіптерінің басшылары тығып ұрлап, жемқорлықпен айналысып жүрген. Осылардың бәрін бопсалап, әрқайсысы салық есебінде ақшалай төлеп отыр. Әрине тегін ақшаны көтере алмаған осы ұйым басшылары КГБ және милиция көздеріне түсе бастады. Өйткені қаланың қымбат ресторандарында үнемі тамақтанып, өздерін өрескел істерімен көзге түсе бастады. Яғни бұған еліктеген жасөспірімдер де ынталанды. Ұйым басшысы болуға, әдемі өмір, тегін ақша, бұның бәрі жасөспірімдердің құндылықтарын өзгертті. Яғни оқуға деген, білімге деген, осылайша көптеген сол ұрпақтарды, яғни еш кеткен бос
кеткен ұрпақ деп айтады, жоғалған деп. Яғни ешқандай қоғам қалып келер мүлдем пайдасы жоқ, қоғамды іртіп шірткеннен басқа, бопсалап адам өлтіргеннен, қылмыстан басқа деп. Әлі де іздері бар сол ұйымдасқан ұйымның. Жалпы Кеңес одағы құрылғаннан бастап, яғни көптеген адамдарды репрессияға жіберді, көптеген лагерлер құрды. Жалпы Кеңес одағының бүкіл тарихында 70 жыл сол бүкіл халықтың кемінде 50% абақтыда жабылып сотталған деген тіркеуде тұр. Осылайша бүкіл көптеген қалаларда көп завод, фабрика тиген осы абақтыда жатқан адамдардың күшімен салынып, сосын да халық арасындағы қылмыскерлер жайлы кино түсіру, жаңа оған еліктеу деген романтикалық ой, құндылықтың болуы осыдан тарайды. Яғни сол мыңдаған, миллиондаған абақтыда жатқан адамдарды милицияның өз күші келмейді бақылауға және тәртіпте ұстауға. Сондықтан милициялардың да өзінің ойлап тапқан иерархиясы болды. Яғни қазір дейін келіп келген қылмыскерлер арасындағы осылайша бүкіл Кеңес одағындағы тараған түсінік, яғни қылмыс серкесі, анау басшысы деген бұның бәрі жалған ақпарат. Негізі бүкіл иерархиялық тапты қылмыскерлердің осы НКВД-ның, яғни милицияның лагерлерде өздері құрып, өздері рұқсат берген әдейі. Әрі сол кезеңдердегі тәрбиесіз және қараусыз қалған көп балалардың ықпал етіп ұйым қою құруы, осындай сотталған көптеген жалған құндылықтары бар адамдардың осылай көп бүкіл Кеңес одағын дүрсүркленді. Яғни ішкі істер министрінің сөзі қайткенде де жою керек. Бұл өрескел казанды жасөспірімдер қылмыскерлер бақылаудан ұстайды. Кейін бүкіл Кеңес одағының және ТМД елдерінің толыққанды қамтып қылмыскерлер 90 жылдары, ал сол 80 жылдардағы Шолоховтың бұйрығымен ұсталған көптеген ұйым басшылары 15 жылдан 20 жылға дейін сотталып, кейін 90 жылдардан кейін түрмеден шыққанда басқа өмір, яғни олардың армандағандай өмір болды, бірақ олар ұзақ өмір өткен адамдар бұл өмірде өздерінің орнын таба алмай, көбісі көп ұзамай өлді. Яғни бұдан сабақ алатын нәрсе көптеген кино туындылар бар. Яғни орыстарда көп түсіреді, яғни ұйымдасқан ұйымдардың қылмыскерлер жайлы олардың образын романтикаландыру. Сосын да көптеген балалар, яғни болашағына сенбейтін балалар, кедей семьялардан шыққандар еліктеп кумир қылатын, яғни үлгі тұтып пір тұтатыны. Бұл жағдай жақсы өмір, әлеуметтік жағдай жақсы елдерде бұндайды ешкім пір тұтпас еді. Осыдан білуге болады елдің қаншалықты дамыған. Болашағыңды ойласаң бесігіңді түзе дейді қазақ. Осылайша Қазақстанның әлеуметтік жағдайы дұрысталмаса, бізді осындай жағдайға қайтып келу әбден мүмкін. Онсыз да Ресей қайтып сондай жағдайға қайтып келу жағдайға жетті. Яғни соңғы кездердегі жағдайлар Ресейде болып жатқан соғыс, көптеген адамдар соғыстан қайтып келіп жатыр. Бұрынғы қылмыскерлер, яғни бір жыл соғысып келіп бүкіл қылмысы кешірілген, осындай психикасы бұзылған әрі бұрынғы қылмыскерлердің үйлеріне қайтып келу қайтадан қылмыстың өршуіне келіп тұр. Яғни сол қылмыскерлердің бізге де қашып келмеуі ешкім кепіл бере алмайды. Яғни бұндай жаман әдеттің бізге келуі, біздің жағдайымыз дұрыс болса төтеп бере аламыз, ал әлеуметтік жағдайымыз нашарланып, балдарымыз қараусыз қалса, әрине қайдан төтеп береміз? Қазір қазақтың бәрі жұмыста, бастарында 5-6 кредиттен. Сондықтан қазіргінің қазақтың балдары да қараусыз жүр. Жасөспірімдер, көп студенттердің жатақханасы болмаған соңғы жағдайлар болып жатыр. Яғни Алматыдағы хостелдің өртеуінен. Бұл жағдай жақсы көрсетеді. Әлеуметтік және студенттердің мүлдем жағдай жасалмағандығы, бұрынғы көптеген жатақханаларда жеке кәсіпкерлерге сатып жібергендігі, оқу орындарда мүлдем жоқ жатақхананың және Алматыдағы пәтер жалдау құнын, осылайша көптеген осындай жағдайлардың, әлеуметтік қиындықтардың, жастарға жасалған адамдардың өзінің арманы мен нақты мақсатын орындалмағаны, қылмысқа басқа да өрескел жағдайға алып келеді. Үкімет уақытылы есін жиып дұрысталады деген ойдамын, және болашағымыз жарқын болады деп, еліміздің жұртымыз аман болсын ағайын, қылмыс бәледен аулақ болайық. Және каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді әрі жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады. Қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы шығарылымды біліп отырасыздар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.